Саламатсыздар ма, білім алушы оқушылар? Сіздермен дене тәрбиесінің оқытушысы Жорғатаев Думан Ардағұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шахмат ойыны. Шахмат ойын спорты адамның ой ақылын, ойлау қабілетін дамытатын логикалық спорт ойын түрі деп алуға болады. Шахмат ең алғаш Үндістан мемлекетінде пайда болған. Шахматтың алғаш атауы чатурунга деп атаған екен. Шахмат ойын арналу тақтасы ол өзара ақ және қара түске боялған, бірдей 64 шашыға бөлінген, яғни 64 шашының жартысы 32-сі қара түсті, 32-сі ақ түсті шашыға боялған, және де тек 3 фигуралы жолмен жүре алады. Шахматта 16 фигураның 8-і жәнегі пешка болады, қалғанынан да 2 тура болады, 2 ат болады, 2 жәнегі офицер деп атайды, піл деп атайды, және бір уәзір, бір шах болады. Сіздерге енді ойын тәртібін, ойналу жолдарын көрсетейін. Шахмат ойын басталғанда ең бірінші жүріс ақ түсті фигураларда болады. Ақ түсті фигуралар шахматтың бірінші, екінші жолында тұрады, ал қара түсті фигуралар 7-ші, 8-ші жолында тұрады. Ортасында бөлінген сызықтан пешкалар жүрісін бастағанда 2 қадам алға жүре алады. Ал ортадағы сызықтан кейін олар тек бір ғана жүріс алдыға жүре алады. Бір ғана жүріс жүре алады. Ал сызыққа дейін олар 2 жүріс жүруге болады. Келесі мына тура деп атайды. Бұл тура бізде көп жүріс жүре алады. Алдыға, жанға, бұлай жанға жүру арқылы ойналатын фигура түрі. Бұл шахматта өте жақсы рөл атқарады. Келесі ат тәрізді фигура, бұны ат дейді. Бұл тек бізде г әріп арқылы жүреді. Г әріп арқылы жүргенде, мысалға г әріпіне ұқсайтын фигура болғандықтан бұны тек г әріп жүріс арқылы жүруге болады. Мысалға былай жүруге болады. Г әріп арқылы жүретін фигура түрі. Келесі бізде слон дейді, піл дейді, офицер дейді фигура түрі. Бұл бізде тек қара түстер арқылы жүретін фигура. Мысалға қара түс арқылы жүреді. Екінші офицеріміз болса, бұл бізде ақ түстермен жүреді. Яғни бұл с әрібінде қара түсте тұрған фигурамыз, тек офицер бұл қара түс арқылы жүретін фигура түрі. Келесі біздің фигурамыз ол уәзір деп айтады. Оның рөлі өте жақсы рөлі. Бұл бізде барлық ход арқылы жүруге арналған фигура. Бұл фигурамен біз алдыға да, жанға да, қай жаққа болсын жүретін фигура түрі. Ал бізде шах, ол шах тек алдыға ғана, бірақ және пешка сияқты бірақ ход жүреді. Бірақ пешка мысалға алдыға ғана жүрсе, ал бұл шах бір ход арқылы жан жаққа жүруге болатын фигура түрі. Мысалға алдыға жүресіз, жанға жүресіз, жан жаққа, бірақ ход арқылы жүретін фигура түрі. Тағы бір айта кетерлігі, мысалға турамен алдында пешка тұрса, онымен бүйтіп аттап кетіп жүре алмаймыз. Оның турамен жүру үшін алдында ходты ашу керек, алдында кедергі болмау керек. Сонда қана бұл жан жаққа жүре алады. Ал бізде жәнегі ат тәрізді фигура, ол алдында пешка тұрса да, ол аттап г арқылы жүруге болады. Осы фигура арқылы жүре бересіз. Г әріпін салып. Мысалға мұнда тұрса г әріпі былай салуға болады. Мұнда тұрса былай салуға болады. Тағы бір айта кетерліктер, шахмат ойынында мысалға әр дәрежеге байланысты өзінің уақыт арқылы ойналады. Жарыстарда әр этапқа бөлініп, осылай сағат қою арқылы ойналатын ойын түрі. Мысалға шахматта өзінің деңгейіне байланысты неше минут ойнау аралығын өздері қояды. Мысалға сағатты 5 минутқа қойсақ, 2 ойыншы ойнайды, 5 минутта мысалға әр ход жүргенде, мысалға сол қолмен ход жүрдің, сағатты басып отырамыз. Келесі қарсыласымнан ходын жүрісін күтемін. Ол қарсылас команда ход жүрді, ол сағатты басады. Яғни менің ойлану уақыт кетіп жатыр. Кімде-кім қызыл сызыққа келіп уақыты бітсе, ол фигураға қарамай, ол жеңіліс табады. Ойлану қабілетін тез жақсартуға арналған спорт түрі. Осымен сабағымыз қорытындылайтын болсақ, шахмат ойынын сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Шахмат ойыны адам қабілетін
өте жақсартады, ой қабілетті өте дамытатын жақсы спорт ойын түрі. Үйге тапсырма шахмат ойынын үйреніп, шахмат ойындағы фигуралардың аттарын жаттап, оның жүріс тәсілдерін жетілдіріп, шахмат ойын ойнап үйренейік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.